Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Алматы хайуанаттар бағында кішкентай сиыр өмірге келді. Кішкентай сиырдың әкесінің есімі Джамбо. Ол 2007 жылы өмірге келген. 2009 жылы Израильден Алматы хайуанаттар бағына әкелінген. Оның сыңары Лотти 2010 жылы өмірге келген. 2018 жылы Франциядан Алматы зообағына әкелінген. Олар бірден жұп болып кетпеген. Алғашқы кезде Джамбо Лоттиді сүзіп қарсылық көрсеткен. Уақыт өте келе екеуі тіл табысып кеткен. Лотти 22 мамыр күні төлдеді. Кішкентай ұрғашы сиырдың салмағы 38 келі, бойы 50 сантиметр. Қазір олардың жағдайы жақсы. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.